Сәлем достар. Бүгін бізде көксерке балығы. Көксерке балығының төс қанаттары, яғни орысша атауы судак балығы. Сіздерге бір жолмен ғана қуыру әдісін көрсететін боламын. Менімен бірге видеоны соңына дейін бірге болыңыздар. Ең алдымен тұзды жақсылап, дәміне қаратай тұз саламыз. Содан соң жақсылап араластырамыз. Қанаттарымызды тұздап алған соң осылайынан қайрылып тұрады. Сол үшін кішкене артқа қаратай өстіп қайырып аламыз. Қуырғанда бізге ыңғайлы болу үшін. Бұл қуырып жатқан кезде кішкене қайрылады. Сол үшін сөйтіп жайып аламыз. Содан соң ұнымызға аунатып, біз қуырған кезде күйіп кетпес үшін міндетті түрде ұнға аунатамыз. Қызып тұрған майымызға екі жағында қызарғанша қуырып аламыз. Бұқтырсаңыз да болады, бетін шауып, бірақ та қуырылғаны өте дәмдірек болады. Келесі бетіне аударып, екі жағында жақсылап қуырамыз. Қызарғанша қуырамыз. Қуырған уақытымыз кем дегенде ұзағырақ болуы мүмкін, 10 минут немесе 7-8 минутқа дейін созылады. Қуырып жатқанда осылайынан сыртқа қайрылады, қанаттары қайрылмас үшін баса отырып пісіреміз. Қанаттарымызды қуырып дайындап алдық. Дастарханға қоятын кезде өзіңіздің талғамыңызға байланысты бұқтырылған күріш немесе қуырылған картошка сияқты гарнирмен қойсаңыз болады. Тек қана қанаттардың өзін қуырып қойсаңыз, оның өзі дастарханның сәнін кіргізетін болады. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Видеоның соңына дейін бірге болғаныңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.